Жа, ұстарға түсіп мен баяғыда ауылда бір апам айтқанға несіз қағып болмайтын нәрсе бәрі болмайды екен. Сондай болды ғой, а? Қышыма беге жақсы екен бұл кісілер. Бір қошамет ұрып қойсаңыздар болады ғой. Мен жалпы екеуіңіз шамал жақын тұрыңыздар. Екеуіңізге риза болғандықтан шақырдым. Біздің Әділбай ағамыз нағыз ер азамат екендігіне риза болдым мен. Айгүл ханым сол ер азаматқа бағынатын әйел екеніне риза болды. Неге? Өйткені Әділбай аға Айгүл ханымға ұрыспайды екен ғой. Көзбен ғана ұрысады екен да. Жоқ, серьезно. Мына жақта мысалға Әділбай ағамыз ана жақта жүрсе, Айгүл ханым мына жақта жүрсе, Айгүл болды. Тірлік шешіле береді. Айгүл ханым да бете береді екен ғой. Оған да бір қошемет көрсетіп қойсаңыздар болады ағай. Негізінде шынтуайтына келгенде әлеге сіз баши ұрыспаңыз. Яғлас бәрі жеңіліп қаласыз ғой. Рас. Әйелді жеңем дегенім ертерек өлем дегенім дейді қазақ, дұрыс па? Әйелді жеңген әлем бойынша бірақ еркек бар екен ағайын. Үйде оның өзі психбольницада жатыр дейді ғой. Бір ағамыз айтады дейді, мен әйеліммен дағыны ажырасып кететінен просто бажаларымды қимаймын деп. Ал бір ағамыз айтады дейді, менің әйелім ол как чемодан деп. Не үшін десе, алып жүрейін десең, ауыр тастап кетейін десең қимайсың өледі деп айтады дейді. Ал ақын ағаларымыз айтады, қайелде мейлі қайелде, әлемнің мәні әйелде. Мықтымын десем, оныңды әйелге барып дәлелде. Әйелмен айтқан әңгіме, әйелмен тәтті мәнді де, сүрінсең әйел деп сүрін, әйелге мәлім көп сырың, бақытсен деп болмайсың, әйелің болса жек сырың. Әйелден түсті от бар ма, әйелдер түсті көп барға, қарғағың келсе біреуді, әйелің төркінне кетіп қалсын деп қарға. Сырың соған ашасың, шөлің содан басасың, әлемнің мәні әйелде, аналар мәңгі жасасын деп бір қошемет. Россияның президенті бар ғой, Путин, танисыздар ма? Сол Путинге барлық орыстар жиналып алып барып сұрап жатыр дейді. Путин мырза, 2020 жылы біздің Россияның жағдайы не болады деп. Сөйтсе Путин айтады дейді, халқым, 2020 жылы Россияның жағдайы не болатынын білмей, сендер Қазақстанның президентіне сұраңдаршы, ол 2050-ге дейін біледі деп айтады дейді. Бізде 2050 деген стратегия бар ғой. Мен осы тойға келерден алдым бір ағайын түс көрдім. Түсімде ғажап іс көрдім. Сол жайлы енді түнетем. 2050 жыл екен. Өлмегем, әлі тірі екем. Жасым 60-ға толса да, тамада болып жүр екем. 2050 жыл екен. Өлмеппін, әлі тірі екем. Қазақтың тілі тіл екен, ағылшынның тілі әлсіреп, екінші орында тұр екен. 2050 жыл екен. Өлмегем, әлі тірі екем. Теңгенің құн екен, ағылшынның $1000, қазақтың какой-то 3 теңгесімен тепетен болып тұр екен. Жаңын кредиті бар оған апам. 2050 жыл екен. Өлмеппін, әлі тірі екем. Әлемнің бәрін жаулаған исламның діні екен, ардақты әлеумет. Қуанатын жағдай, оған қошамет тұрсаңыздар болады. 2050 жыл екен. Өлмеппін, әлі тірі екем. Қазақстанның гүлденген президенті Нұрекең, прикинь. Нұрекең ұнамайды ау демешкім шамада тұрмады қошамет. 2050 жыл екен. Өлмегем, әлі тірі екем. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әділбай болып жүр екен, ардақты әлеумет. 2050 жыл екен. Өлмегем, әлі тірі екем. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Айгүл ханым болып тұр екен, ардақты әлеумет. 2050 жыл екен. Өлмеппін, әлі тірі екем. Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі бүгінгі кішкентай ғана арман болып жүр екен, ардақты әлеумет. 2050 жыл екен. Ұзақ қой. Өлмегем, әлі тірі